Көптен күткен Apple презентациясы да кеше өтті. Барлық техноблогерлер жаңа видео шығарып, ал сатушылар iPhone 13 сатуға асығып отыр. Ал менің жұмысым сіздерге сол презентацияда не болғанын қазақ тілінде қысқа да нұсқа айтып беру. Қазақша контент көп болсын десеңіз, видеоға лайк басып, коммент жазып, ал жазылмағандар мына YouTube каналға жазылыңыздар. Презентация басында Apple компаниясының ақсақалы Тим Кук өз батасын берді. Ең бірінші Apple TV Plus туралы айтылды. Жаңалығы енді орыс тілінде субтитрлар болады. Одан кейін сразу iPad'ты көрсетті. Операциялық жүйесі iPad iOS 15, процессоры Bionic 13 бұрынғыдан 20%-ке жылдам істейді. Жақсы жағы селфи камерасы кең бұрышты етіп түсіре алады. Ішкі жады 64 гигабайт, бағасы $329 басталады. Аламын десеңіз, келесі аптадан бастап сатылады. Кім iPad'пен қолданып жүр? Комментке жазыңыздар. Одан кейін резко iPad mini туралы айта бастады. Өте көп мақтау сөздер айтылды, кішкентай және ыңғайлы планшет дейді. iPad mini туралы бөлек көп сөз айтылды. Өте әдемі, бұрыштары iPhone 12 сияқты. 8.3 дюйм бұрынғыдан 40% жылдам жұмыс істейді. Графика жағынан 80%-ке дейін тез жұмыс істейді. Енді Touch ID басты батырмаға орнатты. Қуаттағышы енді Type-C. Type-C. Жалпы ақпарат файлдарды 10 есе тез жібереді. Медиктер бар ма? Енді iPad mini'ға UZI қосуға болады дейді. 5G құрылғысы бар, камера 12 мегапиксель, апертурасы 1.8, 12 мегапиксельді кең бұрышты камерасы бар, дыбысы стерео, яғни екі жақта да дыбыс шығады. $499 басталады, келесі аптадан бастап сатыла бастайды, 100% алюминийден жасалған. Яғни Apple компаниясы экологияға жаны ашып жүр. Келесі Apple iWatch 7. Велосипедтен құласа, жақындарға қоңырау шалады. Маған ең ұнайтыны жаттығу кезінде өзі жаза бастайды, және жаттығу аяқтағанда өзі тоқтатады. Экран 20%-ке үлкейді, 70%-ке жарық қосылды. Енді текст жазуға болады. Яғни сообщение келгенде сағатпен текст жазып жауап беруге болады. Бұрын ондай болмайтын. Циферблаттары әдемілеу, бетіне кристалды қабық орнатты. Шаңнан қорықпайды, суға да шыдайды. 18 сағат жұмыс істейді дейді. 5 түсі болады: қара, ақ, сұр, көк, қызыл. Толық алюминийден жасалған, $399 басталады. Оған қоса Fitness Plus туралы айтылды, бірақ қызық емес деп ойладым. Еще оған төлеу керек. Ал енді ең қызығына жеттік. iPhone 13. Енді камералар тік емес, диагональды болып келеді. Дизайн iPhone 12 сияқты. Беті керамик шилд. Қасы 20%-ке кішірейді. 5 түсті болады. Аккумуляторы бұрынғыдан 1,5 сағат артық жұмыс істейді дейді. Бұрынғыдан 50%-ке дейін жылдам жұмыс істейді. Процессоры Bionic A15, 5 мм-лік 15 миллион транзистордан құралады. Картамен жұмыс істегенде 3D карта етіп көрсете алады. Фото түсірсеңіз, сол туралы ақпарат бере алады. Камераның үлкен сенсоры арқасында жарық көп сіңіре алады, және суреті әдемілеу болады. Стабилизациясы қосылған, қолға түскенде обязательно тексеру керек. Ал видео жағынан кино түсіргендей боласыз. Объектті фокус етіп түсіру менің арманым болатын. Қараңыз, фокус, раз фокус. Фокус, раз фокус. Фокус, раз фокус. Фокус, раз фокус.
5G антеннасы бар. Аккумулятор жағынан қараңыздар, 13 mini 12 миниден гөрі 1,5 сағат артық жұмыс істейді. Ал iPhone 13 iPhone 12-ден 2,5 сағат артық жұмыс істей алады. Ішкі жады енді 64 гигабайт деген болмайды. 128, 256, 512. iPhone 13 Pro және iPhone 13 Pro Max туралы көп айтуға болады. iPhone 13 Pro және iPhone 13 Pro Max көбінде iPhone 12 және iPhone 12 Pro және iPhone 12 Pro Max сияқты қатты ұқсайды. Ең үлкен артықшылығы ол экран жаңару жиілігі 120 Гц. Ақыры iPhone-да ондайға жетті. Дизайн жағынан 4 түсті болады. Процессоры Bionic A15, бұрынғыдан 50% дейін жылдам жұмыс істейді дейді. Дисплей Super Retina XDR. Характеристика жағынан iPhone 12 Pro және iPhone 12 Pro Max-қа қатты ұқсайды. Ал сізге қай iPhone ұнады? Комментарийге жазыңыздар. Мен сіздерді сонда күтемін. Келесі видеода кездескенше сау болыңыз.